Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып оқушылары. Ана тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгін 32-ші сабақ әліпби тақырыбы. Сабағымызды бастамас бұрын, балалар, сендерге мынандай сөз жұмбақ жасырғым кеп отыр. Бірінші, тор тоқуға шебер ақ, бірақ киім тікпейді. Өнері де өнер ақ, бірақ ісі бітпейді. Бұл не деп ойлайсыңдар? Дұрыс. Бұл бізде өрмекші. Келесі, алды менде, арты менде жүреді, еңбекшілін елдің бәрі біледі. Ол не болуы мүмкін? Дұрыс, бұл бізде құмырсқа. Келесі, үйіңе үйін салатын адамның досы қай құс? Қай құс адамның досы еді? Дұрыс айтасыңдар, бұл бізде қарлығаш. Ендеше балалар, бүгін біз сендермен өрмекші, құмырсқа және қарлығаш деген Ыбырай Алтынсариннің мәтінімен танысатын боламыз. Балалар, мәтінді оқымас бұрын мәтіннің бөліктерін орнына қою керек екен. Мәтін бөліктерінің орны ауысқан екен, соны орнына қойып көрейік. Ендеше мәтінді мұқият тыңдайық. Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш. Сонда атасы, осы кішкентай жәндіктер саған үлгі болсын. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сен де жұмыс жасауға әдеттен деді. Атасы 10 жасар баласымен далада келе жатты. Ол баласынан сұрады: анау өрмекші не істеп жүр? Өрмек тоқып жүр. Анау құмырсқаны көремісің? Иә, аузында нанның қоқымы бар. Ол жүгіріп кетіп барады. Жоғары қара, аспанда не көрінеді? Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр. Аузында тістеген шөбі бар. Балалар, мәтін 2 бөлікке бөлінген, бірақ бөліктерінің орны ауысқан. Мәтін қай жерден басталуы мүмкін? Дұрыс айтасыңдар, мәтініміз атасы 10 жасар баласымен далада келе жатты деп басталады. Яғни атасы 10 жасар баласымен келе жатып, баласына сұрақтар қойған екен, е? Атасы баласына не сұрады? Дұрыс айтасыңдар. Ана далада жүрген өрмекші, қарлығаш, құмырсқа не істеп жүр деп сұрады. Ал баласы не деп жауап берді? Иә, өрмекші өзінің торын тоқып жүр деді. Ал құмырсқа болса, арқасына нанның ұсақтарын салып алып, жүгіріп жүр екен жұмыс істеп. Ал қарлығаш не істеп жүр екен? Қарлығаш аузына шөп тістеп алып, ұшып жүр екен. Ол шөпті не істеуі мүмкін? Иә, өзінің балапандарына апарады, немесе өзіне ұя салуға қажет екен. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, осы авторымыз, яғни мәтінді жазып отырған Ыбырай Алтынсарин атамыз, мәтінді жаза отырып, не айтқысы келді деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Яғни, даладағы кішкентай жәндіктердің барлығы жұмыс істеп еңбектеніп жүр дейді, е? Сол сияқты сен де босқа қарап жатпа, сен де еңбектен жалқау болма деп айтқысы келіп тұр екен. Жақсы балалар, ендеше кітабымыздағы 3-ші жаттығуға қарап ойланайықшы. Әліпбидің қай кезде қолданылатынын айт. Өзің мысал келтіріп көр дейді. Суретке қарайық, әліпбиді қай кезде қолданады екенбіз? Дұрыс. Яғни, кітапханада кітап сөрелерінде А, Ә, Б, В деп әліпби ретімен белгіленеді екен кітаптардың орналасу реті. Сондай-ақ тағы да қай жерде әліпбиді пайдалануға болады деп ойлайсыңдар? Дұрыс. Міне күнделікті сендердің мектепке келіп жүрген кездегі журналдарың, яғни сыныптағы оқушылардың аты жөндері де алфавит әліпби ретімен орналасады екен. Сонымен қатар сендер
аналарыңмен дәрігерге барасыңдар. Дәрігерде сендердің медициналық кітапшаларың болады. Ол кітапшалар да әліпби ретімен орналасады. Сонымен қатар кез келген құжатты белгілеу ретінде осы әліпбиді пайдаланамыз. Яғни әліпби бізге өмір бойы қажет екен. Сондықтан әліпбиді біз не істеуіміз керек? Жатқа білуіміз қажет. Балалар, дәптерімізді ашып, Х, айдаһар дегендегі Х дыбысын көркем жазып шығайық. Бұл жерде Х дыбысының бас әрпі жазылмаған. Неге деп ойлайсыңдар? Неге Х дыбысының бас әрпі жоқ? Дұрыс айтасыңдар. Себебі Х дыбысынан басталатын сөз қазақ тілінде жоқ. Сондықтан Х дыбысының бас әрпі болмайды екен. Ендеше дәптерімізге көркем жазып алайық. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Екінші жаттығу. Жаңылтпашты тыңдап, жатқа жаз. Жаңылтпаш дегеніміз жаңылмай, тез-тез айтуға арналған. Сондықтан тезірек айтып үйренейік. Ұғымпаз бала болар дана, ұғымсыз бала қалар шала. Яғни ұғымпаз дегеніміз ақылды бала, дана, білімді болады дейді. Ал ұғымсыз бала ештеңені түсінбейтін болса, тыңдамайтын болса, яғни оның білімі шала болып қалады дейді. Яғни жаңылтпашты жаттап алып, дәптерімізге қатесіз көшіріп жазамыз. Келесі тапсырма, балалар, дәптерлерінде шығармашылық тапсырма. Құстың ұясын әліпби ретімен тауып, меңзермен көрсет. Берілген сауысқан, қарға, аққу, көгершін, торғай, бүркіт құстардың аттарының алғашқы әріптерін атайық. С, Қ, А, К, Т, Б. Яғни осы алғашқы әріптеріне қарап отырып, оларды ұяларына кіргізейік. Сендер білесіңдер, А деген бізде командир, ол бірінші орында тұрады. Сондықтан да ол аққуымыз бірінші ұяға кіреді. Өзіңді тексер. Аққу, бүркіт, көгершін, қарға, сауысқан, торғай. Дәптерімізге әдемі таза етіп жазып аламыз.